Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен қауым. 24 KZ телеарнасының эфирінде бет-бе-бет бағдарламасы, студияда Арман Балтабайұлы. Мемлекеттік қызмет істер агенттігі еліміздің мемлекеттік қызмет жүйесін дамыту және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында кешенді жұмыстар жүргізіп келеді. Ал жақында мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң жобасы ұсынылған екен. Осы және өзге де жаңалықтар туралы толығырақ білу үшін бүгінгі бағдарламамызға Мемлекеттік қызмет істер агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбайды шақырдық. Дархан Медеғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Сонымен сұхбатымызды бастасақ. Мына жаңа ғана айтып өткен заң жобасынан бастасақ. Бұл құжат бұрынғы заңнан несімен ерекшеленеді, жалпы мемлекеттік қызметшілер үшін, мемлекетіміз үшін не береді? Рахмет. Енді мынау жылдың аяқталып келе жатыр. Сондықтан да Арман Балтабайұлы, өздеріңізді және сіздердің ұжымдарыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Рахмет. Және еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жаңа жыл берекелі жыл болып келсін. Айтқаныңыз келсін. Мынау енді расымен де заң жобасының негізгі міндеті бұл мемлекеттік қызметті адамға бағдарланған сервистік модельге өткізу. Бұл бойынша енді өздеріңіз білесіздер, осы 2022 жылы мемлекет басшысы агенттіктің алдына міндеттер қойған болатын. Содан бері көптеген жұмыстар атқарылып келе жатыр. Бұл жаңағы мемлекеттік қызмет көрсету сапасының артуы, мемлекеттік органдардың ашықтығы, мемлекеттік қызметшілердің ашық жұмыс жасауы. Енді өздеріңіз көргендей, қазіргі таңда бұрынғы мемлекеттік органдар мен қазіргі мемлекеттік органның жұмысын салыстыра алмаймыз. Себебі кез келген шешім, кез келген мемлекеттік органдардың алдына қойған мақсаттары, міндеттері, атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы қазіргі кезде қоғаммен тығыз пікір алмасып, тығыз байланыста. Ашықтық. Бұның барлығы расымен де біздің сервистік аппаратты қалыптастыру бойынша атқарылып жатқан негізгі жұмыстардың бірі. Себебі біз мемлекеттік қызметшілердің алдына осы қоғамның сұранысы мен талап тілектерін тиісті деңгейде жауап бере алатын мемлекеттік аппаратты қалыптастыруымыз қажет деген осындай міндетпен жұмыс жасап жатырмыз. Және де бұл жаңа заң жобасында мемлекеттік қызметтің тек қана еңбек қатынастарын ғана қарастырып қоймайды. Себебі бұған дейінгі қазіргі заң өзінің тек қана мемлекеттік қызметшілердің өткеру, жүру, мемлекеттік қызметке кіру мәселелерін пысықтап жатса, мына заң жобасында бұл қоғам мен мемлекеттік аппараттың өзара іс-қимылының жаңа парадигмасын реттейтін болады. Яғни біз жаңағы гибридтік модельді қалыптастырып жатырмыз, мемлекеттік аппаратты кәсібилендіріп жатырмыз. Біз қазіргі кезде осы орталықтан тікелей ауыл әкімдерінің біліктілігін арттыру бойынша олармен жаңағы жұмыс жасау, олардың функциясын ары қарай талдау, реттеу, мысалға олардың статусын көтеру. Өткенде ғана мемлекет басшысы, өздеріңіз білесіздер, Аманат партиясының әкімдердің өткізген форумында мемлекет басшысы осы бойынша тікелей тапсырма берген болатын. Сондықтан да бұл жерде жаңағы ерте кәсіби бейімделу мемлекеттік қызметке. Осының барлығы былай келген кезде адами ресурстармен жұмыс жасау. Бізде мамандарды дайындау деген мәселе, мамандарды бейімдеу деген. Бірақ енді әрине мемлекетке қызметке келген кезде ол мемлекеттік қызметті үйренемін емес. Ол мемлекетке қызмет жасайым, мемлекетке адал қызмет жасайым, мемлекеттің қызметін жақсартам, халыққа, елге қызмет жасайым деп, сондай бір өзінің тұлғалық болмысымен келу керек. Ал енді төменгі лауазымнан бастайтын біздің жастарымыз бар. Енді ол жастарымызға біз толыққанды мүмкіндіктер беріп отырмыз. Олардың жаңадан келгеннен кейін тәлімгерлерді тағайындайтын боламыз. Сол тәлімгерлер жаңағы 3-4 ай оның бейімдеу мемлекеттік қызметке, сосын ары қарай оның біздің президенттің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында сол жастарды ары қарай біліктілігін арттыру курстарына, одан кейін ары магистратурасы бар. Тағы басқа. Міне осы бағыттарда біз жүйелі түрде қазір жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Осы жұмыстарды ары қарай да
жүйелі жұмыстар жүргізу үшін осы заң жобаларын бізге қазіргі кезде өзгерістер енгізіп, жаңа редакцияда жаңа жобасын қабылдау бойынша қазір үкімет өзінің қаулысымен парламентке ұсынды. Енді осы парламентке енгізіп, ары қарай парламентпен бірге осы заң жобасын талқылайтын боламыз. Биыл қабылдап үлгере ме, жоқ әлде келесі жылға қалып? Жоқ, ол енді келесі жылы қабылданады деген жоспарда бар. Жақсы, Дархан Медеғалиұлы, мына өзіңіз жаңа ғана айтып өттіңіз гибридтік модель деп. Осы гибридтік модельдің бұрынғы, бұның алдындағы вертикалды модельден айырмашылығы қандай? Біз енді мынау өзіңізге мен енді әрі өзім сұхбат кезінде де айтып жүрмін ғой, себебі адамдарды өзің сұхбатың арқылы айтып соған бейімдеуіміз керек. Біз енді классикалық тұрғыда қарағанда дамыған мемлекет және дамушы мемлекеттер деп қатарынан қараймыз ғой. Сол дамыған мемлекеттерде бұл мансаптық өсу дейді, яғни карьерный рост деп айтады. Жаңағы вертикалды тұрғыда, яғни жоғары қарай бос лауазым болған кезде, соған жаңағы құзыреті мен қабілетіне қарай тағайындалып отыр енді меритократия қағидасымен. Ал енді гибридтік модельдің екінші бір модель бұл позициялық модель болып келеді. Бұл дамушы мемлекеттерге. Ал енді біз қазіргі таңда осы ортадамыз. Мына жағымызда біздің бір аяғымыз дамыған мемлекетте, бір аяғымыз дамушы мемлекеттерде. Сондықтан да біз осыны дұрыстап гибридтік модельге алып келе жатырмыз. Яғни біздің өзіміздің менталитетімізге сай, қоғамның өзінің жаңағы мынау бейіміне қарай, болмысына қарай біз цифрлық модельдерді қосып жатырмыз. Яғни мысалға егер біз позициялық модельде жаңағы құзыреті мен қабілетіне қарай отырып, мынау жеке секторда жүрген білікті, білімді мамандарды мемлекеттік қызметтің басшы лауазымдарына тарту. Енді ол 15 жыл, 20 жыл қызмет жасап жүрген жеке секторда мамандар бар. Арнайы білімі бар, жаңа құрылысшы болсын, ветеринар болсын, жаңағы сол салада жүрген эколог мамандар болсын, немесе жаңағы энергетика саласында жүрген мамандар болсын, соларды құзыреті мен қабілетіне қарай тарту, яғни мемлекетке қызмет жасау. Осы мағынада біз осы гибридтік модельдерді. Енді гибридтік модельдің тағы бір ұтымды тұсы бұл бізде мысалға тіке вертикалды өскен кезде жалақысы қоса өседі. Ал енді кейбір мамандарымыз бар, мықты мамандар, жоғарғы бос лауазымдар бола бермейді ғой. Бірақ ол тиімді мамандықтар. 5-6 жыл бір орында істеп жатады. Біз осыларға горизонталды тұрғыда өсіру. Яғни ол тиімді мамандардың жаңағы горизонтал тұрғыда өзін класстарына бөліп, сол бойынша оларға жаңағы жалақыларының пайыздарын көтеру. Яғни мысалға жақсы бір бас консультант, жаңағы сарапшы жақсы жұмыс жасап жатса, оның деңгейінен басқарма басшысының деңгейіне дейін жалақысын көтеріп, мамандарды тұрақтандыру. Себебі бір орында істеген 5-6 жыл істеп, ары қарай не қызмет өспейді, не жалақысы өспесе, ол мемлекеттік қызметтен кетеді. Ертең біз 5-6 жыл дайындаған кәсіби маманымыз, ол айырылып қаламыз. Сондықтан да институционалдық жадынаманы, яғни институционалдық памятті қалдыру үшін институционалдық жадынаманы осындай гибридтік модельді енгізе отырып, вертикалды емес, горизонталды тұрғыда өсу бойынша жұмыстарды атқарып жатырмыз. Міне бұның біздің гибридтік модельдің негізгі ерекшеліктері осы. Жақсы, түсінікті. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында жасанды интеллект пен цифрландыруды мемлекеттік басқарудың басым бағыты ретінде атап өткен болатын. Цифрландыру жұмыстары аясында агенттік тарапынан қандай нақты жобалар іске асырылып жатыр қазір? Енді біз бұл жобаны 2023 жылы наурыз айында бастаған болатынбыз. 22-ден жұмыстар жүргізілді, 23 жыл пилоттық жобаға өттік. 4-5 мемлекеттік органдар осы біздің жобаға қатысты. Бұл e-қызметтің сыртқы порталын ашып, мемлекеттік қызметтің ашықтығымен онлайн жұмысқа қабылдау мемлекеттік қызметке. Яғни мүмкіндігінше адами факторсыз ол e-қызметтің жүйесімен онлайн жұмысқа қабылдығы бойынша. Осы пилоттық жобамыз міне 1,5 жылдың көлемінде жұмыс жасады. Біз осы шілде айында аяқтап, ары қарай біз барлық 94 мемлекетті осы жылдың аяғына дейін енгіздік. Яғни қазіргі таңда осы 26 жылдан бастап барлық мемлекеттік органдар
осы жұмысқа онлайн қабылданады. Ешқандай министрлікке, әкімдікке барып құжат өткізудің қажеті жоқ. Біздің тест орталықтарына келіп тест тапсырудың қажеті жоқ. Басында бізде 9 заң болатын, 9 заңнан тапсыратын. Қазір кезде біз оны 4 заңға дейін қысқарттық. Оның орнына біз құзыреті мен қабілеттің анықтау үшін тест енгіздік. Ол енді біз алдағы уақытта сол жаңағы заңға тапсырған, құзыреті мен қабілетіне тапсырылған тесттардың барлығын біз оны бір тапсырғаннан кейін 1 жылға дейін жаңағы өзінің өтетін лауазым деңгейіне дейін оны күшін сақтай алатын қылып қалдырып жатырмыз. Яғни 1 рет тапсырғаннан кейін 2-ші рет тапсырудың қажеті жоқ. Басқа бос лауазымдар болған кезде сол жаңағы конкурсқа лауазымға барып қатыса бере алады. Міне осындай жаңағы цифрлық өзіміздің жүйеміз жасадық. Және де бұның біздің осы 2 жылдың ішіндегі көлемде жасалынған жұмысымызда қазіргі кезде мына ОЕСР дейміз ғой, экономикалық және ынтымақтастық даму ұйымы, біздің мына OPC деген өздерінің үлкен жаңағы инновациялық жаңалықтарды шығаратын, жарияланым жасайтын платформасы бар. Сол платформада осы біздің қызметімізді мынау 38 мемлекетке Қазақстанның жаңа моделі қызмет цифрландыру жүйесі ең жаңағы инновациялық жоба деп жарияланым жасады. Яғни бұның біздің жетістігіміз сол бүкіл дамыған 38 мемлекеттің барлығы біздің жаңалықтарымызбен танысатын болады. Яғни бұл біздің жаңағы тек қана үйренетін емес, мемлекет басшымыздың үйрететін ұлтқа айналудағы негізгі алғашқы қадамдарымыз. Міне осындай жұмыстар жасалынып жатыр. Сонымен қатар қазіргі таңда жасанды интеллект деп мәселені бұл жерде біз жаңа мен айтқан президенттің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында жасанды интеллект лабораториясы ашылды. Біз ол лабораторияның ішінде қазір қызметтің ішіндегі кадрларды іріктеу, мысалға маған егер жақсы бір басқарма басшысы керек болатын болса, мен оны жаңағы осы жасанды интеллект арқылы қызметтің ішінен қарап алуыма да болады, іріктеп алуыма да болады. Осындай жаңағы өзіндік ерекшеліктер бар. Одан кейін біз жаңа функционалдық анализ дейміз ғой мемлекеттік органдардың. Сол функционалдық анализ бойынша жасанды интеллект арқылы қандай жаңағы артық функциялар бар, қандай жаңағы артық құжаттар сұратылып жатыр мемлекеттік қызмет көрсету бойынша. Соның барлығын біз жаңағы осы жасанды интеллект арқылы жасай аламыз. Біз енді осы жасанды интеллект лабораториямыз осы жақында мынау біздің суперкомпьютер деп айтамыз ғой. Соған қазір кезде қосылды. Үлкен көлемді құжаттар жасауға біз қазір кезде осы жасанды интеллект лабораториямыз уже дайын жұмысы. Мына қызметке азаматтардың көзқарасы қандай? Қазір кезде енді қараңыз, мен бұрынғымен салыстыратын болсам, біз 22-ші жылы енді жалпы конкурс өткізіп жүрдік қой. Сол кезде мемлекеттік қызметтің сол жарияланған конкурсына қатысатын адамдар 1:7 болатын. Орташа есептен алған кезде бір орынға 1:7. Енді қазір кез алып қарасақ, қазір 5:6-ға келді. Яғни 2 есе өзінің адамдардың қатысуы. Яғни мен түсінігім бойынша қазіргі таңда жастардың көбісі цифрлық құралдарға бейім ғой. Сол арқылы біз мүмкіндігінше осы жарияланымдар жақсы жүріп жатыр. Одан кейін мемлекеттік қызметтің жаңа мен айтқан тест орталығына бармайды. Осы жерде отырып та біздің платформаға кіріп тест тапсыра беруге болады. Оның кәдімгідей өзінің ережелері бар. Яғни біз барлық мүмкіндікті, одан тестті 24 сағат 7 күн тапсыруға болады. Ешқандай жаңағы бір шектеу жоқ. Мереке күндері жұмыс істемейміз деген жоқ. Сол себепті біздің жаңағы мемлекеттік қызметке келу осындай өсімдіктерін көрсетіп отыр. Жақсы. Биыл президент жарлығымен сіз басқаратын агенттікке сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және жемқорлыққа қарсы саясатты қалыптастыру функциясы мен өкілеттілігі берілді. Осы бағытта қандай жұмыстар жасауға? Енді ол бізге шілде айында мемлекет басшымыздың жарлығымен бізге сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жаңағы саясатын жүргізу бойынша функциясы болды, және қоғамда осы сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру бойынша функциялар берді. Сонымен қатар алдын алу жұмыстарын жүргізу, яғни профилактикалық жұмыстарды, және осы
сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін талдау және мониторинг жасау бойынша. Енді біз осы бағытта енді 1,5 айдың көлемінде ұйымдастырушылық жұмыстар жүргізілді. Қазіргі таңда біз сол бекітілген 22 жыл мен 26 жылға бекітілген өзінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес концепциясы бар, яғни тұжырымдамасы. Сол тұжырымдама бойынша біз өзіміздің жоспарлы жұмыстарымызды жүйелі жүргізіп жатыр біздің агенттік. Енді қазіргі таңда алдағы қойылған біраз мақсаттарымыз бар. Бұл тек қана мемлекеттік бір органның ғана жұмысы емес, бұл жалпы қоғамның жұмысы. Сондықтан да біз қоғамдық ұйымдармен жұмыс жасай бастаймыз. Одан кейін біз қазіргі таңда мынау сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік бойынша жаңағы осы жақында ғана біз екі министрлікпен бірге меморандумға қол қойдық. Бұл жаңағы академиялық адалдық деген бойынша жұмыс жасаймыз. Жаңағы жоғарғы оқу орны министрлігі және мынау оқу ағарту ісі бойынша министрлік, осы министрліктермен бірге біз сол мектеп қабырғасында, университет қабырғасында, колледж қабырғасында осы мәдениетті қалыптастыру. Яғни біздің негізгі мақсатымыз бұл мемлекет басшысының концепцияларына, тұжырымдамаларына, яғни әділетті Қазақстанды орнықтыру үшін бізге адал азаматтар қажет. Заң мен тәртіпке бағынатын азаматтарымыз қажет. Мынау біздің енді айтып жүрген көптеген мәселелердің барлығы заң мен тәртіпке байланысты. Соны біз енді осы мемлекет тарапынан тікелей жаңағы жоғарғы оқу орындарымен, мектеппен, колледждердің барлық оқу орындарымен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар біз басқа да мынау өкілді басқа ұйымдармен жұмыс жасау, яғни мынау квазигоссектор дейміз, немесе жаңағы мемлекет органдардың астындағы жаңағы подведомственный организация дейді ғой, ұйымдарға жаңағы мекемемен, ұйымдармен. Осының барлығын біз енді алдағы уақытта жоспарымызда бар, осы жыл басынан бастап осы көптеген іс-шараларды өткіземіз деп отырмыз. Биыл мемлекеттік қызметке білікті кадрларды тарту мақсатында президенттік жастар резервінің 4-ші легі өтіп, 50 үздік маман анықталған екен. Бұл жоба мемлекеттік басқару жүйесіне қандай жаңа серпін беріп отыр? Жалпы мына резервке деген жастарды әрі қарай тиімді пайдалану қалай жүзеге асырылмақ? Енді біз басында 400 резервшіміз болды ғой енді. Осы жылдың аяғына дейін 400 резервшіміздің 338-ін біз осы Б корпусының басшы лауазымдарының деңгейіне дейін тағайындадық. Яғни олар іштерінде, оның ішінде 162, яғни жартысынан көбі мынау 2 деңгейде, 3 сатылы деңгейде өсті. Яғни бір басқарма басшысы еді, одан кейін зам директор болғандары бар. Зам директордан директор болғандары бар. Яғни осы 2019 жылдан бастап келе жатқан жастарымыздың өзі қазір алды 40-қа келді. Алды 40-қа келді. Олар уже енді қазіргі таңда ол 2 деңгейлі, 3 деңгейлі сатылап өсіп жатыр. Сол себепті біз биыл 50 резервшіні біз тағы да алдық. Осы президент жастар кадрларының ол біздің енді мынау тамыз айынан бастап қазан айының аяғына дейін жүргізілді. Біз қазір олармен мынау біліктілігін арттыру бойынша, оларды жаңа жұмысқа орналастыру бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Яғни біз мемлекеттік органдардың барлығы оларға тікелей хабарласып, өздерінің бос лауазымдарын ұсынып жатыр. Келіскен қазіргі таңда 7 резервшіміз тағайындалу үстінде, қалғандарымен жаңағы бос лауазымдарды ұсыну бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұның барлығы не үшін? Бұның барлығы мемлекет басшысы 2019 жылы жастарды мемлекеттік басқаруға тартуымыз қажет деген болатын. Міне осы сол мемлекет басшымыздың тікелей тапсырмасына қарай және жастардың жаңағы мемлекеттік басқаруға келуіне ашықтығын қамтамасыз етіп, талантты, білімді, білікті мамандарды осы мемлекеттік басқаруға тарту. Енді ол жүзеге асырылып жатыр. Мысалға, сонымен қоса жаңағы басқа да өңірлік резервтер, жастар өңірлік резерв бар, ол да жұмыс жасап жатыр. Онымен қоса жаңағы мемлекет басшының тікелей тапсырмасымен мынау грантпен бітірген үздік студенттерімізді, бітірушілерімізді біз
ауылдық, аудандық, облыстық маңызы бар қалаларға тікелей тағайындап жатырмыз. Міне бұлардың барлығы біздің жаңағы мемлекеттік басқарудағы жастардың кадрлық резервін толықтай қалыптастырып, солардың біліктілігін, білімімен айналысу. Жастар демекші, жас бойынша шектеу бар ма? Қанша жасқа дейін азаматтар мемлекеттік қызметке келе алады? Жоқ, ондай жастар енді біз мысалы президенттік жастар кадрлық резервін алатын болсақ, заңмен белгіленген бізде жастар 35 жасқа дейін ғой. Біз сол бойынша 35 жасқа дейін аламыз. Ал біздің мемлекеттік қызметте ешқандай жасқа шектеу жоқ. Тек қана жаңағы зейнет жасына келмеу керек. Яғни біздің мемлекеттік қызметке университет бітіріп, жоғары білімі бар, немесе жаңағы арнайы жоғары орта білімі бар, осы өзінің арнайы білімі бар адамдардың барлығы зейнетке дейін біздің мемлекеттік қызметке келе береді. Ондай жастар шектеу жоқ. Жақсы, түсінікті. Мына жалпы мемлекеттік қызметке кірудегі артық кедергілерді жою үлкен бір проблемалардың бірі. Сосын тағы да мына білікті кадрларды жүйеде ұстап қалу, ол да бір проблема. Осы мәселелерді шешу бойынша агенттік қандай шараларды қолға алып жатыр? Енді біздің негізгі мәселе қазіргі таңда бұл тұрақтылықты аппаратты қалыптастыру. Бұл бойынша біз көптеген әлеуметтік жаңағы көрсетілімдер бар. Мен жаңа айтып отқаным мына мәселеде ғой. Адамның өзінің тұлғалық болмысы қалыптасқан кезде мен алған білімімді, өзімнің біліктілігімді осы мемлекетке, халыққа, елге қызмет жасаймын деп. Арнайы соған келу керек. Мен жаңағы мемлекет маған не береді, мен мемлекетте не алам емес. Мен мемлекетке қандай өзімнің білімімен, біліктілігімен қызмет жасай аламын деп келу керек. Негізгі мотивация. Ал енді қалғаны ол жаңағы жұмыс орнын сақтау, егер ол басқа бір өзінің біліктілігін арттыру бойынша жоғарғы оқу орындарынан арға магистратура, докторантура, немесе жаңағы болашақ бағдарламамен оқуға кетем десе, оның жаңағы әлеуметтік тұрғыдан оның орны сақталады, оның қызметі сақталады. Және де ол қандай да бір жағдайға байланысты қосымша демалыс ала аламын десе, оған мүмкіндіктер беріледі. Немесе жаңағы осы жерде мысалға тікелей жаңағы емханаға барып тіркелу бойынша осындай өзіндік мүмкіндіктері жасалынады. Ал енді мемлекеттің аппаратта жұмыс жасап жатқан азаматтар, енді бәріміз білеміз ғой, енді аппаратпен жұмыс жасап жатқаннан кейін көбісі мемлекетшіл. Ол мен осы мемлекеттен бір нәрсе аламын емес, өзі мансаптық өсуін ойлайтындар бар. Мен ертең осы 10 жыл, 15 жыл жұмыс жасасам, мен лауазымым өседі, жоғарылаймын деген өздерінің іштей өздерінің мақсаттары бар. Енді әрі мемлекеттік қызметте жүрген адамдардың барлығы да осы қоғамның өкілі ғой, осы Қазақстан Республикасының азаматы. Олардың да өзінің ішкі есептері болады, ішкі ойлары болады. Сондықтан да мен... Әр сарбаз генерал болғысы келеді дейсіз ғой? Әрине. Себебі мысалға құқық қорғау органдарында мысалға жас шектеулері бар. Яғни ол мысалға 27 жас немесе офицерлікке 35 жас деген сияқты. Себебі оның жұмысының өзінің спецификалары басқаша. Енді жұмыс істеу әдістері, қызметте жүру жаңағы өткеру әдістері. Ал мемлекеттік қызметте бұл жұмыс істеу жаңағы жүктемелері басқаша. Сондықтан да мемлекетке, қызметке келем деген кейбір жастарымыз бар. Мен мемлекеттік қызметке бір 2 жыл, 3 жыл тәжірибе алып кетсем, арғарай басқа жерге барып істегенге кішкене жеңілдеу болады дейді. Яғни тәжірибе алып, өзінің мемлекеттің қызметтің не екенін көргісі келіп жататындар болады. Енді ондайлармен де біз жаңағы бетпе-бет келіп жатамыз, жаңағы жұмысқа аламыз, жақсылап 2-3 жыл оған тәрбиелейміз, біліктілігін арттырамыз. Сосын бір күні келіп айтады, жоқ, мен тәжірибе алдым, көрдім мемлекеттің қызметтің не екенін. Енді мен басқа жеке секторге барам, немесе квазигоссекторге барам деп кетіп жататындар бар. Енді әртүрлі ол біз себебі мемлекеттік қызмет бұл еңбек қатынастары ғой. Біз ешкімге шектеу қоя алмаймыз, ешкімге жаңағы жұмысты жаса немесе жасама деп. Өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқарып, таза адал істесе, оның арғарай мансаптық өсуіне мүмкіндіктер беріледі. Ал енді қандай да бір жолға түсетін болса, ол енді құқық қорғау органдары онымен айналысатын болады. Осындай өзінің спецификалары бар.
Жақсы, рахмет Дархан Медеғалиұлы. Енді өкінішке орай эфирдегі уақытымыз шектеулі. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ісіңізге сәттілік тілейік. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, аман болыңыз. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.